мағынасын біле түсініп алайықшы бала. Жұрттың көбіне ақыл берілгенмен жүрек бәріне бірдей берілмеген дейді. Осы сөзді қалай түсінесіздер балалар? Осы бір сөзін алайықшы кәне. Қалай түсінесіңдер? Жүрек бәрімізде бар ма? Бар, е? Ал ақыл көбімізге ақыл берілгенмен жүрек бәріне бірдей берілмеген дейді. Неге? Жүрек бәрімізде бар ғой. Неге бәріне бірдей берілмеген дейді? Жақсы, тағы ойларымызға келдік, кәне. Ойымызда бар, жүрегі жоқ адам жоқ қой балалар. Жүрегіміз тоқтап қалса бәріміз естейміз. Өлеміз, е? Сондықтан жүрек ақыл бәріне берілгенмен жүрек естемейді дейді балалар. Бәріне бірдей берілмеген дейді. Балалар кейбіреулері қорқақ болады. Ал Бауыржан Момышұлы қандай екен? Қорықпайды, ер жүрек батыр болған екен. Өз өміріңнің бейнелі жасаушысысың, сондықтан өзіңе ғана сен. Табандылық, батылдық қалқаны, өз ұлтын сыйламау, мақтаныш етпеу, сатқындық. Ердің туы намыс. Ел қасиеті, жүректілік, жүректің қасиеті. Жақсы балалар. Балалар, осындай нақыл сөздері бар екен. Мағынасын біле түсініп алайықшы балалар. Жұрттың көбіне ақыл берілгенмен жүрек бәріне бірдей берілмеген дейді. Осы сөзді қалай түсінесіздер балалар? Осы бір сөзін алайықшы кәне. Қалай түсінесіңдер? Жүрек бәрімізде бар ма? Бар, е? Ал ақыл көбімізге ақыл берілгенмен жүрек бәріне бірдей берілмеген дейді. Неге? Жүрек бәрімізде бар ғой. Неге бәріне бірдей берілмеген дейді? Біреуі қорықса, біреуі қорықпайды. Жақсы, тағы ойларымызға келдік, кәне. Ойымызда бар, жүрегі жоқ адам жоқ қой балалар. Жүрегіміз тоқтап қалса бәріміз естейміз. Өлеміз, е? Сондықтан жүрек ақыл бәріне берілгенмен жүрек естемейді дейді балалар. Бәріне бірдей берілмеген дейді. Балалар кейбіреулері қорқақ болады. Ал Бауыржан Момышұлы қандай екен? Қорықпайды, ер жүрек батыр болған екен. Халық қаһарманы, әскери шенді қызметкер, даңқты қолбасшы, қазақ жазушысы. 1910 жылы 24 желтоқсан күні Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында қарапайым мал бағатын шаруа отбасында дүниеге келді. Балалық шағының 13 жылының өзінің кіндік қан тамған ауылында өткізіп, одан кейін кеңестік дәуірдегі интернатта тәрбие алды. 29 жылы Әулие-Ата 9 жылдық мектебін бітіреді. Мектепті тәмамдаған соң шалғай аудандарының біріндегі ауылға мұғалім болып барады. Коллективтендіру кезеңінде кеңестік мекемелерде қызмет етеді. 32 жылдың қаңтары мен қарашасы аралығында мансапты қызмет атқарады. Кейін әскерге шақырту алады. Бауыржан Момышұлының әскери өмірі мен соғыс жылдары. 1932 жылы әскерге шақырылғаннан кейін отан алдындағы борышын өтейді. Әскери дайындық кезінде білім алып, мергендік өнерде машықтанады. 1933 жылы полктық мектепті бітіреді. 1934 жылы әскерден келгенде запастағы командир болады. Одан кейін уақыттарында білімін жетілдіріп, Ленинградтың қаржы академиясында қысқа мерзімді курстан өтеді. Банк саласында қызмет етеді. 1936 жылы Қызыл армия қатарына командир ретінде қайта шақырылып, әскери қызметтер атқарады. Ол Орта Азиялық әскери округтың 315-ші атқыштар полкына командир болып тағайындалады. Bir жылдан кейін оның полкы ерекше қызыл тулы Қиыр Шығыс армиясының бөліміне қосылады. Ал Бауыржан жарты ротаның командирі болады. Ұлы Отан соғысының басталмай тұрғаны кезінде Бауыржан Момышұлы 105-ші атқыштар дивизиясының қарамағындағы артиллериялық атқыштар бөлімшесінің командирі қызметінде болады. Алайда 1941 жылдың қаңтарында тәжірибелі сардар Алматыға қайтарылады. Сол жылдың жаз айларынан бастап жаңадан құрылған 316-ші атқыштар дивизиясының
штабына Қазақстан мен Қырғызстан елінен сарбаздарды жинай бастайды. Бауыржан қайта жасақталған дивизияның 173-ші атқыштар полкының атқыштар батальонына командир болып тағайындалады. Ары қарай қайнаған соғыс майданы басталып кетеді. Ержүрек сардардың батырлығын азаттық пен еркіндік және бас бостандығын білдіретін үлкен мағына жатыр. Бұл сөзде қай халықтың болмасын жердің бүтіндігі мен елдің амандығы үшін, бейкүнә сәбилердің тыныш ұйқысын қорғау үшін небір тар жер тайғақ кешуден өткенін баяндайтын тарихы қалды. Бейбіт өмір қалыптасқан жерде әрбір ұлттың бүтіндігі мен жер бетінде жасауы да кеңес армиясы бас штабының жанында жоғары әскери не болған академиясын бітіріп, сол академияда не істеген екен? Сабақ берген екен Бауыржан момышұлы. Жақсы отырған. Және қандай Ұлы Отан соғысында не істеген бала? Кім болған екен? Жаңа тыңдадық, иә? Полковник болған, иә, бала? Әскерді басқарған екен, иә? Мәскеудің бойында осы Ұлы Отан соғысына қатысқан екен. 1941 жыл Ұлы Отан соғысы басталысымен Бауыржан даңқы генерал-майор Панфиловтың басшылығымен Алматы облысы Талғар қаласында жасақталған 316 атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанды. Мәскеу үшін шайқасқан Панфиловшы атқыштар полкі мен аға лейтенант Бауыржан Момышұлының басқарған батальон жауынгерлері асқан ерлік көрсетті. 1941 жылы қазір 15 күні таң атар атқыштар Панфиловшылардың Ив Катпов басқарған 1073 полктың шебіне Панфиловшылар фашистер шабуылдан тынымсыз қайталай берді. Ауған жауынан айтқан сөзінен қайтпайтын қайсар командир Бауыржан роталарын соғыс қамалын жаңа тактикаға жанастыра отырып операция сапырақ қызыл таян жағдайға ұшыраған кейбір полктердің батальон роталарымен байланысты үзіліп, жауынгерлердің қай жерде қандай халде екенін білу қиынға соқты. 15 адамнан құрылған жолаушы қойып, взводтен бөлек-бөлек ізімен жүргізуді ұйғарған екен. Сонда батальоны неше адамнан құралған екен? Саяси жетекші Мұхамбетқұлов, Сәулетқұлов басқарды. Күндіз жау көзіне түспей үшін жауынгерлеріне түнделетіп жүруді бұйырды. Тоғайда тыныстап, түнде барлаушылар арқылы белгіленген бағытпен сақтана жүріп отырады. Қалың қарағайлы тоғай іші қар жауынгер шаршады, әйтсе де табанды төзімділік көрсеткен батальон 2 күннен кейін Новолянск пен Ивановск деревняларының аралығына шықты. Әрі қарай жерлерде соғысқан екен. Әлинұр? Бауыржан Момышұлы бастаған батальон түгелдей аман оралған жауынгерлерін зор қуанышпен қарсы алды. Бауыржан бастаған батальон жауынгерлерін көргенде Иван Рашилов қуанғанда көзіне жас алды. Иван Васильевич
көптен көрмеген бауырын кездестіргендей бауыржанды қусыра құшақтай алып бетінен сүйіп жарайсың сұңқарым деп арқасынан қақты. 1942 жылы қаңтар-ақпан айларындағы ұрыстарында 8 гвардиялық дивизияның Бауыржан Момышұлы басқарған полк жауынгерлері ерекше көзге түсті. Дивизияның 2 ай ішінде батысқа қарай 500-600 шақырым алға басып фашистердің мыңдаған солдаты мен офицерін қырды, көптеген техникасын жойып жіберді. Батальоны негізі жауынгерлік құрамамен аман-есен жүгірді. Мәскеу төбесінде аты аңызға айналған ерліктері үшін Қызыл Ту орденімен марапатталады. Жақсы балалар. Сонда 28 панфиловшылар дивизиясы Бауыржан Момышұлы бастаған жеңіске жеткен екен. Бүкіл жаңағы фашистерді, немістерді барлық жерлерін басып алған екен, балалар. Немістердің барлық жерлерін басып алып, ерлік көрсеткен екен. Бірнеше ордендермен сол үшін марапатталған екен Бауыржан Момышұлы. Өте ержүрек болған, батыр болған екен. Ешқандай шегінбеген артқа қарай. Тек алға деп өзінің дивизия жауынгерлерін алға қарай алып отырған болған екен. Енді балалар, осы Бауыржан Момышұлы батыр атамыздың біздің артқы ұрпақтарына бізге қалдырып кеткен ұлы өнегелі сөздер. Астарында азаттық пен еркіндік және бас бостандығын білдіретін үлкен мағына жатыр. Бұл сөзде қай халықтың болмасын жердің бүтіндігі мен елдің амандығы үшін, бейкүнә сәбилердің тыныш ұйқысын қорғау үшін небір тар жер тайғақ кешуден өткенін баяндайтын тарихы қалды. Бейбіт өмір қалыптасқан жерде әрбір ұлттың бүтіндігі мен жер бетінде жасауы да Кеңес армиясы бас штабының жанында жоғары әскери академиясын бітіріп, сол академияда не істеген екен? Сабақ берген екен Бауыржан Момышұлы. Жақсы отырған. Және қандай Ұлы Отан соғысында не істеген балалар? Кім болған екен? Жаңа тыңдадық, полковник болған, балалар. Әскерді басқарған екен, Мәскеудің бойында осы Ұлы Отан соғысына қатысқан екен. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен Бауыржан даңқы генерал-майор Панфиловтың басшылығымен Алматы облысы Талғар қаласында жасақталған 316 атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанды. Мәскеу үшін шайқасқан Панфиловшы атқыштар полкі мен аға лейтенант Бауыржан Момышұлының басқарған батальон жауынгерлері асқан ерлік көрсетті. 1941 жылы қазір 15 күні таң атар атқыштар Панфиловшылардың ИФ Карпов басқарған 1073 полктың шебіне Панфиловшылар фашистер шабуылдан тынымсыз қайталай берді. Ауған жауынан айтқан сөзінен қайтпайтын қайсар командир Бауыржан роталарын соғыс қамағын жаңа тактикаға жанастыра отырып операция сапыран Қызыл Таяқ жағдайға ұшыраған кейбір полктердің батальон роталарымен байланысты үзіліп, жауынгерлердің қай жерде қандай халде екенін білу қиынға соқты. 15 адамнан құрылған жарлаушы қойып, взводпен бөлек-бөлек ізімен
екен. саяси жетекші Мұхамбетқұлов Сәулетқұлов басқарды. Күндіз жауынгеріне түспеу үшін жауынгерлеріне түнделетіп жүруді бұйырды. Тоғайда тыныстап түнде барлаушылар арқылы белгіленген бағытпен сақтана жүріп отырады. Қалың қарағайлы тоғай іші қар жауынгер шаршады, әйтсе де табанды төзімділік көрсеткен батальон 2 күннен кейін Новолянск пен Ивановск деревняларының аралығына шықты. Әрі қарай жерлерде соғысқан екен. Әлинұр? Бауыржан Момышұлы бастаған батальон түгелдей аман оралған жауынгерлерін зор қуанышпен қарсы алды. Бауыржан бастаған батальон жауынгерлерін көргенде Иван Рашвилов қуанғанда көзіне жас алды. Иван Машевич көптен көрмеген бауырын кездестіргенде Бауыржанды қусыра құшақтай алып бетінен сүйіп, жарайсың сұңқарым деп арқасынан қақты. Қырық жылы қаңтар-ақпан айларындағы ұрыстарында 8 гвардиялық дивизияның Бауыржан Момышұлы басқарған полк жауынгерлері ерекше көзге түсті. Дивизияның 2 ай ішінде батысқа қарай 500-600 шақырым алға басып, фашистердің мыңдаған солдаты мен офицерін қырды, көптеген техникасын жойып жіберді. Батальоны негізі жауынгерлік құрамамен аман-есен жүгірді. Мәскеу төбесінде аты аңызға айналған ерліктері үшін Қызыл Ту орденімен марапатталады. Жақсы балалар. Сонда 28 панфиловшылар дивизиясы Бауыржан Момышұлы бастаған жеңіске жеткен екен. Бүкіл жаңағы фашистердің, немістердің барлық жерлерін басып алған екен, балалар. Немістердің барлық жерлерін басып алып, ерлік көрсеткен екен. Бірнеше ордендермен сол үшін марапатталған екен Бауыржан Момышұлы. Өте ержүрек болған, батыр болған екен. Ешқандай шегінбеген артқа қарай. Тек алға деп өзінің дивизия жауынгерлерін алға қарай алып отырған болған екен. Енді балалар, осы Бауыржан Момышұлы батыр атамыздың біздің артқы ұрпақтарына бізге қалдырып кеткен